Егер сіз өз кәсібіңізді бастасаңыз, тұрақты табыстан және жылдық бонустан бас тартасыз. Бізге ақша әрдайым жетеді. Жетпейтіні өз арманы үшін өлуге дайын адамдар. Ең жақсы адамды емес, жөні түзу адамды іздеңіз. Әлемге сіз сөзіңіздің түк мәні жоқ, ісіңіз маңызды. Қай жерде еңбек бар, сол жерде мүмкіндік бар. Ешқашан байқап көрмесеңіз, мүмкіндік бар жоғын қайдан білесіз? 30 жасқа дейін кішігірім компанияда жұмыс істеп, кәсіби мамандардан тәжірибе жинап, армандауды үйреніңіз. 35 жасқа жеткенде әлі де кедей болсаңыз, сіз сол жағдайға лайықсыз. Ешқашан берілмеңіз. Бүгін қиын, ертең одан да қиынырақ, ал арғы күні бұлт артынан күн шығады. Бәсекелестер туралы ойламаңыз. Тұтынушылардың қамын басты назарға алыңыз. Бірінші орында тұтынушылар, екінші орында әріптестер, үшінші орында ғана акционерлер тұруы тиіс. Егер бәсекелесіңіз сізден күшті болса қорықпаңыз. Осал болса да оған теңдей қарауыңыз керек. Айналаңыздың барлығына дұшпандай қарасаңыз, олар шынында да сіздің жауыңызға айналып шыға келеді. Нағыз кәсіп иесінің жауы болмайды. Осыны түсінген сәттен бастап сізді ешкім де тоқтата алмайды. Ақымақтар ғана сөйлеу үшін аузын пайдаланады. Ақылдылар басымен сөйлейді. Данышпандар жүрек сөзін ғана айтады.